сол кімге бұйырады екен көрейік. Бұл да жақсы сыйлық. Көрейік кімге бұйырады екен. Номер 245. Кімде? Номер 245. Ал биле ордаға. Танысайық, есіміңіз? Мадемхан. Кім? Мадемхан. Мадемхан. Кім боласыз? Ағасы болады. Кімнің? Мырзағали. Мырзағалидың ағасы. Енді Мырзағалиді мен көшіп келгеннен бері танимын, бірақ ағасы бар екен білмейді екенмін. Қандай ағасы? Немере аға. Жақында келдіңіз ба? Өйткені мен осы жердегі ағайындардың бәрін танимын. Жақында көш. Тамаша, танысқа. Менің есімім Нұрхан, мен Теміртаудағы ағасымын. 86 жылғымын сіз. Қай жылғысыз? 87. Өткендегі ағаң ба кішкентайлы болған? Ай, тамаша. Жақында кішкентайлы болып, соның есімін шалқып жүрсін. Дариядай болып жүрсін деп, Дария деп Мырзағали қойды. Бір қол соқпай ақ, бауы берік болсын. Егер жаңылыспасам, Мырзағалидың екінші әпкесі де 1987 жылы туылған, дұрыс па? Сол кезде мәке, сіз де қатар туылдыңыз. Егіз қоздай екеуін бауыр қылып, Нармұрат әкеміз артынан ертіп осы тәрбиесін берсем деп, осы Мадемханға да қолынан келетін өнердің барлығын үйретсем деп армандаған. Ал енді сол әкеміздің көп арманы ішінде кетіп қалды. Енді сол арманды осы Мадемхан ағама әкемнің атынан мен орындайын. Әруағы риза болсын, бір аунап тұрсын деген мырзаның ниеті бар. Мырзаның көшіп келгеннен бері танимыз ғой. Тойжан ағасының арқасында Акиматтың жанында Чернышевский көшесінде бір бөлмелі пәтер алып берді. Тойжан ағамызға бір қол соғып қояйықшы. Кейін өйтіп жүгіріп сол пәтерді өз атына аударып алды. Бұл да мырзаның пысықтығы. Ең бірінші алған дүниесі телевизор сатып алған кезде, мына Жандос деген ағасы бар. Бір күн жуғамыз соны қуанып. Осы Қазақстанға келіп ең бірінші телевизор сатып алды. Одан кейін пластик терезе қойған кезде қуанып жылаған көрсеңіз, мен де үй болып жатырмын ғой деп. Сол үй Құдайға шүкір берекелі болды. Айгерім сол шаңыраққа түсті. Одан кейін үйін кеңейтіп екі бөлмені 3 бөлмеге ауыстырды. Қолғап сияқты машинаның түр-түрін ай сайын ауыстырды. Ал енді сол Нармұрат әкенің көкейінде кеткен бір арман, осы бауыры бір орындайын деген ғой. Сол берекелі шаңырақ Чернышевскийдегі бір бөлмелі үйді Мадемхан ағасына бүгін сыйлайды. Және Мадемхан ағам мен сияқты қиналып қалмасын деп, отбасыға керек бүкіл дүниесін, жиһазын толтырып беріп жатыр, қол соқпай-ақ. Ағам бар менің, арқа сүйеп еркелейтін ағам бар менің, алға қарай жетелейтін ағам бар менің, алтындарда Мадемхан Өзбекстан Республикасынан Қазақстанға Теміртау қаласына жақында ғана көшіп келді. Міне мырзаның азаматтығы, мырзаның мырзалығы атына заты сай екенін көрсетіп, ағасын үйлі қылып, ішін бүкіл жиһазға толтырып беріп жатыр. Ал бір қол соқпайық. біздерді көріп қаттық мартеген анашым, біздіңдер бір-біріңді сендерге не көрінді, бәріміз бірге түсіп бір құрсаққа таласып, сіздердей бауырларды қайдан табам. Бұл Нармұрат әкеміздің арман ет. Мырза орындап жатыр. Мырза ұстаздарынан білім алған, садақа берсең де бірінші жақыныңнан баста дегенді түсініп, осы ағасын, осы жеңгесін қуантып жатыр. Болашақта Алла қаласа бүкіл қазақ елін, бүкіл жақындарын қуантсын. Мырза мырзалығын көрсетіп жатыр.
Ал енді мырзаның мырзалығын қарындастары ағамыздың қандай адам екенін әнге қосайықшы деп тұр, келіңдерші. Мырзаның үш бірдей қарлығашы, үш бірдей қарындасы мырза ағасының мырзалығын әнге қоссақ деп отыр. Ал қарындастар, келіңдер. Ал осы мырзалығын білдіріп жатқан мырзаға деген міне бауырлардың да жанаған деген жақсы әні шырқалды. Ағам мәдем